Ассалаумағалейкум, автосүйер қауым. Бүгін авторынок Барс автобазарына келіп отырмыз. Көліктердің бағаларын білуге. Toyota Caldina Molde 93 жылы 2.2 1.900.000. Audi 110 состояние орташа 91 жылғы 2.3 механик 2 миллион 400 сұрап отыр. Титан диск родной. Братжандар, видеоның астына коммент жазып кетіңіздер. Көліктердің бағасы сайма жылына. Құр отырмай саусақты да жыбырлатып қойыңыздар. Лайк басып каналдың дамуына көмек болар. Toyota Кариналар көбейіп кетті ғой бүгін тут. Оларда тізіліп тұр ғой бәрі. Состояниясы жынтырлап тұр енді. Кузов бойынша. Қаңқас 92 жылға 1 миллион 850 литрде алды дейді. Нормально. Велюр салоны. Люк бар екен. Жақсы салон, жаман емес. Нақты тағы бір Карина тұр ғой. Карина Е. Қызылы тұр. Жылтырлап тұр, бұл да состояниясы жақсы сияқты. Кузов бойынша разговор жоқ, әңгіме жоқ. Былай қарап отырсаң. Бағасын көріп жіберейік. 95 жылғы ғой, 1.6 механик 2 миллион 850 мың дейді. Нормально состояниясы. Жигули пятерка или семерка ма? Семерка екен ғой. 2007 жылғы 1.7 объемы 1 миллион 550 мың дейді. Нанға салон көрсетеміз сіздерге. Жұмыс жасаған екен салон бойынша. Нан көрдіңдер ма? Джиги Браджан салонның бет. Сен деген екен да? Дисплейді көрдіңдер ма? Шишамен қаптағаны ғой. Музыканы жақсы көретін кісі қойдың. Қаптындақ қоятын сияқты ғой. 7-ші регион. Екі мерсті көрдіңдер ма? Менмін деп тұр ғой. Кузов бойынша состояниясы жақсы. Бағасын жазбаған ғой. Екеуі де бағасын жазбаған. Түрік бауырларымыз сатып жатыр. Audi сотка дейді. Так, что там не дейді бұл? 91 жылға 2.3 объем 2 миллион 500 дейді, 2 миллион 500 дейді.
Салоны мынандай. Салоны велюр. Жалпы жаман емес, салоны бәрі жақсы. Кузов бойынша да орташа бұл. Жылдырлап қойған ғой енді. Нормально. Бүгін автобазарда Карина енің күні сияқты ғой. Қайда барсаң Карина е. Жылдырлап тұрған. Тап-таза. Борты бәрі. Кузов да жақсы. Канал, да? Да, канал, брат. Люк бар екен. Салон велюр. Состояниесі жақсы, таза, іші бәрі. Бәрі таза, идеально, жақсы істеген бәрі таза. Пришел, видели, да? Братан, пришел, видели? Бәрі жақсы екен. Английский, да? На русском можешь писать. 94 жылғы 1.6. 2 миллион 800. Как дела? Гольф. Номер ана жазылып тұр. Нормально так. Салам алейкум, жақсы. Он бес пятнашка. 2012 жылғы 1.6 механика. 2 миллион келісім бар дейді. Номерін жазып қойдық. Мынадағы есігі де бар дейді, майсыз. Қазір көреміз. Лада. Мынадағы есігі бар дейді, майысқан дейді, бірақ есігі бар дейді. Если что алатын болсаңдар есігін қосып береді ғой. Мынау не дейді? Chevrolet? Жоқ, бұл Nexia ғой. Neo Nexia. 2012 жылғы 1.6 механика. 2 миллион 990 дейді. Мынау 14 пятнашка. Мерседес дейді. 180-сы қойдың. Решеткасын жасап қойыпты. Состояниесі средний. 95 жылғы 2.8 автомат 1 миллион 800 дейді. Mitsubishi Galant. Бояп қойыпты бәрін жасаған екен, жағдай машинаның сатындарын. 90 жылғы 2 объем механика. 1 миллион 500. Салоны велюр. Кузов бойынша состояниесі жақсы. Есік жабық. Өкінішке орай.
жасапты, қараған сияқты осы сыртын бәрін жасаған. Былай салонына кіре алмасақ та есік жабық тұр екен. Ішінен көрініп тұр. Таза. Галант. Mitsubishi 94 жылғы 2 объем автомат 2600. Состояние среднее. Салон жақсы. Покрашен салон ғой, свежий покрашенный сияқты ғой. Наха галанттар жиналып қаптын үшін. Митсубисилар. Мәні тағы бір галант тұр. 18-ші регион. Бұл да жақсы артып көпті состояниясы. Mitsubishi Galant 91 жылғы 2 объем механик 1 миллион 800, 1 миллион 380. Менде бір Galant тұр тағы да. Mitsubishi Galant 96 жылғы 2 объем автомат 2 миллион 400 дейді. Тоқ бар дейді, салон велюр. Мынандай состояниясы кузов бойынша жылтырлатып қойған енді. Нормально сақталған. Volkswagen Golfarik Golf 95 жылғы дейді. 2 объем автомат 2 миллион 900. Состояниясы кузовы бойынша жақсы. Қыз балай дейтін сияқты ғой. Салоны велюр. Автомат. Таза, іші бәрі жақсы. Нормально. Passat. Состояниясы жақсы. Сыртын бәрін жылтырлатқан. Бояған ғой енді. 92 жылғы дейді. 1.8 механика. 1 миллион 700 сұрап отыр. Универсал ғой. Кузов бойынша жақсы состояниясы. Әңгіме жоқ. Дискісі темір обычный. Штампованный. Қалпақ кигізіп қойған. Салоны велюр. Lexus IS200 2001 жылғы объем 2 автомат 5 миллион 200 сұрап тұр. Салоны кожа. Бұл көліктің жылы ескі болғанымен функционаларға бай. Іші таза, жаман емес.
Toyota Altezza деген бар. Тура соның көшірмесі ғой негізі. Lexus EZ200 болса, Toyota Altezza екеуі почти бірдей кузовтары. Мынау леворулька болса, Toyota Altezzaның праворулька. Hyundai Accent 2003 Реалдagi. Тағы бір Hyundai тұр. 2014 жылы бір жерде автомат. Алып тастаймын ғой. Sürüm avrellerin yüzde sabırlasın. Hastayın aslında oldu. Постоянно ма? Бар ғой біреу. Салоны бәрі жақсы. Жағдайы жақсы дейді көкеміз. Дубайда алған. Күтіп айдалған дейді. Салон бәрі жақсы көріп тұр. Ходовка бәрі жақсы ма? Мотор жағы? Жақсы дейді ол ходовка бәрі. Мотор сағат. Мотор тұзақ. Мен көкең айтып тұр ғой бәрі жақсы. Законно деп тұр ғой бәрі. Номер бар. Алам дегішілер хабарласыңыздар ғой. Егер жоғары жақтағы отырғандар нақтырақ айтқанда үкімет барлық ескі көлікті пайдалануға тыйым салатын заң жобасын қолдап, нақты бұл заң бекітілсе, онда ескі темір тұлпарлардың бағасы түсіп арзандайтын болады. Цефира мысалы. Бағасы жазылмаған. Салон нормально.